Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 3-ші сынып 62-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы тонна грамм, яғни өлшем бірліктері. Массаның өлшем бірліктері тонна, центнер, килограмм және грамм. Осыларға қарап келесі тақырыптарды орындаймыз. Өсу ретімен орналастыр. Яғни бізде екінші есепте кішкентайынан үлкеніне қарай жүреміз. 200 грамм. Бірінші грамм кішкентайы, одан кейін килограмм, 8, 20 және 800. Одан кейін центнер 5-ші, одан кейін тонна 6-шы. Келесі көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 2 тоннада 2000 килограмм болады. 5 килограммда 5000 грамм болады. 7000 граммда 7 килограмм болады. 6000 граммда 6000 килограммда 6 тонна болады. Келесі тапсырма. Бос орынды толтыр. Яғни 903-ке қаншаны қоссақ 1 килограмм болады. 1 килограмм дегеніміз 1000 грамм. Яғни 1000 граммнан 903-ті алып тастаймыз. 97. 9 центнерге 1-ді қосамыз. 1 тонна. 505 килограммға 495 килограммды қосамыз. 1 тонна. 8 сантиметр қосу 2 дециметр тең 1 дециметр. 6 сантиметр қосу 40 миллиметр тең 1 дециметр. 40 миллиметрде 4 сантиметр бар. Яғни 6-ға 4-ті қосамыз 1 дециметр болады. 9-ға 10-ды қосамыз 1 метр. Енді есепте 4-ші тапсырма. 1 килограммнан аламыз 650 граммды. Сол кезде шығады бізде. Яғни 1000 граммнан 650 граммды алатын болсақ 350 грамм. 68. Яғни 680-нен 48 аламыз. 632. Тең болады 632. 568-ден 432-ні қосамыз. Тең болады 1000. 1 тоннадан аламыз 695. Яғни 1000-нан аламыз 695-ті. 305. 85-ке қосамыз 12-ні. Тең болады 205. 19 қосу 15. Тең болады 205. Яғни миллиметр сантиметрге айналдырамыз. Сантиметрді екіншіде миллиметрге айналдырамыз. Келесі. Астана қаласындағы тәуелсіздік алаңында мерекеге арналған шатыр құрылды. Металл құрылғының массасы 5 тонна 55 килограмм. Ал оның жабындысы 110 килограммға жеңіл. Шатырның барлық массасы қандай? Бірінші. 5 центнер 55 килограммды килограммға айналдырып аламыз. 555 шығады. Яғни одан алып тастаймыз 110 килограммды. Оған қосамыз 555 килограммды. Сол кезде жалпы шатырдың барлық массасы 1 тоннаға тең екен. Келесі 9 граммның 3/1 бөлігі. 9-ды 3-ке бөлеміз. 3 грамм. 3 тоннаның 3/1 бөлігі. 1 тонна. 3-ті 3-ке бөлеміз. 18 тоннаның 3/1 бөлігі. 6 тонна. 30 килограммның 3/1 бөлігі. 30-ды 3-ке бөлеміз. 10 килограмм. Келесі 498 бен 120 сандарының айырмасына 316-ны қос. Тең болады 694. 548 бен 89-дың қосындысынан 427-ні азайт. Тең болады 210. 700 бен 324 сандарының айырмасын 236 мен 29 сандарының қосындысына арттыр. Тең болады 641. 800 санынан 589 бен 214 сандарының айырмасын азайт. Тең болады 155. Келесі тапсырма. Теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеудің белгісіз мәні 726-ға тең, екінші есептің белгісіз мәні 456-ға тең, үшінші есептің белгісіз мәні 210-ға тең, төртінші есептің белгісіз мәні 280